Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен қытырлақ баклажанды салат жасаймыз. Менімен бірге дайындап, видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бір баклажанды ірі кубиктарға кесетін боламыз. Сыртының қабығын ашып та жасауға болады, немесе осылай да жасай берсеңіздер болады. Кішірек көлемде болса 2-3 данасын қолданамыз. Бірге осылай кесіп шығамыз. Содан кейін үлкенірек терең ыдысқа саламыз. 1 шай қасықтай тұз саламыз. Салқын су құямыз батқанша. 10-15 минутқа қалдырамыз. Оған дейін басқа ингредиенттерді жасай береміз. Бізге осындай черри қызанақтары керек болады. Оның мөлшері өз қалауыңызша, көбірек азырақ қолдана берсеңіздер болады. Орталарынан кесіп шығатын боламыз. Және де руккола жапырақтары керек болады. Бұның орнына қарапайым салат жапырақтарын да қолдансаңыздар болады. Кішкене осылай кесіп жібереміз. Осылай дайындап қоямыз. 15 минуттан кейін суын төгіп, осылай салфеткаға немесе майлыққа кептіретін боламыз. Артық суын сіңіріп алып, ыдысқа салып, оның үстінен 2-3 ас қасық жүгері крахмалын саламыз. Картоп крахмалымен алмастыруға да болады. Және де осылай араластырамыз, крахмал барлық жеріне жеткенше. Табамызды қыздырамыз, және де күнбағыс майын құямыз. Көп мөлшерде қатты қыздырып аламыз. Қатты қызып тұрған майға баклажандарымызды салып шығатын боламыз. Қызарғанша қуырамыз. Міндетті түрде май қатты қызу керек, әйтпесе баклажандар майды бойына сіңіріп алады. Көп мөлшерде құйғанымыз дұрыс. Оттың асты қатты тұру керек. Арасында кішкене араластырып тұрамыз. Қызарғаннан кейін түсіріп ала беретін боламыз. Артық майын сіңіріп алу үшін салфеткаға түсіріп алғанымыз дұрыс. Осылай түсіріп алдық. Енді ыдысқа біздің дайындап алған ингредиенттерді саламыз. Руккола жапырақтары және де черри қызанақтары. Біздің қытырлақ баклажандарымыз. Біз салатты дастарханға дәл қоятын кезде жинаймыз, әйтпесе баклажандар жұмсарып кетеді. Оның үстінен осындай кисло-сладкий соус құямыз. Бұл дәміне қарай, азырақ болса тағы да кішкене қойып жібереміз және де араластырамыз. Ингредиенттерді тарелкаға салып, үстінен соус құйып шығуға да болады, немесе осылай да араластыруға болады. Енді бұны тарелкеге саламыз. Бұл теплый салат болғандықтан жасағаннан соң бірден жеу керек. Әсіресе бұл баклажандар жұмсарып кетеді, сол себептен қытырлақ кезінде бірден жеу керек. Үстінен сүзбелі ірімшіктерді осылай қасықтап салып шығатын боламыз. Өз қалауыңызша макпен, кунжутпен әсемдесеңіз де болады. Осымен дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Дәмі керемет. Ресторандардағыдай жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Әсіресе қытырлақ баклажанның дәмі өте ерекше. Рецепт ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі қандай рецепт шығарайын, комментарийге жазып кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.